Сәлем достар, сіздерге мен табысқа жеткізбейтін 5 факторды айта кетсем. Бірінші ол адамдарды болсын, жалпы үкіметті, кез келген нәрсені, оқиға факторлардың бәрін кінәлау. Яғни сіз өміріңізде тек үкімет кінәлі, ата-анам кінәлі, маған дұрыс білім бермеді, немесе қаржылай көмек бермеді деп туған туысты, бауырларыңызды, үкіметті кінәлайтын болсаңыздар, сіз ешқашанда табысқа жетпейсіз. Және де бір екінші фактор ол күту. Яғни қазір маған көмек келеді сырттан, немесе бір Аллаға, жаңа тек қана басқа да тылсым күшке, туған туысқанға тек күтіп жата беру мысалға да, немесе сосын ары қарай оған ренжіп, көңіл күйіңізді түсіріп, бірнеше депрессияға түсу осыдан басталады. Сондықтан да, егер сіз табыскер болғыңыз келсе, егер сіз миллиондаған табыстың иесі болғыңыз келсе, осы әдеттен арылуыңыз керек. Аллаға сеніңіз, бірақ әрекет жасаңыз. Сондықтан туған туысқанға, тағы да басқа оқиғаларға, сәттерге, көмекке күтпей, өз-өзіңізге деген сенімділікпен шешім қабылдап, өміріңізге жауапкершілік қабылдап, табысты болам деген шешімді қабылдап, дұрыстап тұрып, кіріссеңіз сізге табыс келеді. Екінші, осындай күту мәселесінен аулақ болыңыз. Үшінші, ол себептер таба беру. Яғни адамдардың көбісі ол тек қана себеп табады. Яғни бір жұмысты жасамаудың себебі, немесе ол табысқа жетпеудің себебі. Яғни мен мынандай себептер болды. Мысалы, көбісіне біз бизнес ұсынған кезде, ой, мен жаңа қазір баламды үйлендіруім керек, немесе үйімді салуым керек, тағы да басқа тіршілік көздерінің бәрін себеп етіп, сылтау етіп, жаңағы бизнес жасаудан бас тартады. Негізгі психологиялық тұрғыдан келетін болсақ, егер сіз нақты табысқа шыққыңыз келсе, сіз себепті алып тастауыңыз керек. Яғни сол балаңызды үйлендіру үшін, немесе жаңағы үй салу үшін, кредитқа емес, қарызға емес, туған туысқанға емес, өз-өзіңізге сене отырып, бизнес жасап, табыс табуды ойласаңыз, мына миды, бастағы мышлениені өзгертсеңіз, яғни ой өрісін, ниетіңізді, өмірге деген көзқарасыңызды табыстылық жаққа, сенімділік жаққа, және де нәтижеге жету деген ойға, позитивті ойларға өзгертсеңіз, сіз табысты боласыз. Сондықтан себептер табу қылығынан да арылу қажет. Егер сіз табысты болғыңыз келсе, және де ақталу деген, яғни ақталу деген нәрсе, ол адам мен табысты болатын едім әттең мынандай болмағанда, немесе мен табысты болатын едім әттең менің жолымда осындай нәрселер шығып қалды, оқиғалар шығып қалды, немесе мен табысты болуыма мынау кінәлі мынандай нәрселер болып қалды деген сияқты неше түрлі ақталуды, яғни орысша айтқанда оправдывается только неудачники дейді, яғни жолы болмайды, менің жолым болмайды деген сияқты негативті ойлардан туындайтын ақталу болып саналады көбінесе. Сондықтан сондай ойды, негативті ойды, ақталуды, кез келген нәрсені сыныққа сылтау етіп, жаңағы неде болса, менің табысты болмауымның себебі осы деп ақталу процесінде тоқтатыңыздар. Егер сіз табысты болғыңыз келсе, және де үлкен миллиондардың иесі болғыңыз келсе, осындай әдеттерден де арылу қажет. Енді ең бастысы, бәрінен басталатын, ол сіз ұялшақтық. Яғни біздің тәрбиемізге байланысты, көбінесе жаңағы ата-анамыздан келген установкалар, ол кісілер кінәлі емес. Ол өмірдің заңдылығы, біздің қанымызға сіңіп кеткен жаңағы тәрбие, ой, анау болмайды, ананы істесең құлайсың деген заттан кезінде установка болып миымызға қалыптасып қалған. Сондықтан көбінесе бір жаңа нәрсені бастау үшін біз көбінесе жұрттан, қоғамнан ұялып қорқамыз. Яғни ол сондай ішкі қорқыныштан, психологиялық түрткілдерден туындайды. Сондықтан сіздерге айтатыным, ұялуды тоқтату керек. Жаңағы табыс тапқаныңызға емес, табыс таппағанға адам ұялу керек. Яғни есектің артын жусаңда, жаңағы табыс тапқаның жақсы деп халықта текке айтылмайды. Сондықтан сіздер ең бірінші өз-өздеріңізге нақты мақсаттарыңызды айқындаған сәтте, нақты өміріңізге жауапкершілік алған сәтте, және де нақты мен табысты боламын деп шешім қабылдаған сәтте, жаңағы айтылып жатқан қылықтардан, жаңағы әдеттерден бөлек, және осы ұялшақтықтан да арылу керек. Сіз ұялсаңыз, сізге табыс келмейді. Сіз ұялсаңыз, сіздің өміріңіз өзгермейді. Сіз ұялсаңыз, сіздің жаңағы өміріңізде және де жасап жатқан тіршілігіңізде оңтайлы, жақсы жаңа нәтижелерге қол жеткізу қиын болады. Сондықтан бүгінгі сәттен бастап осы айтылған 5 фактордан аулақ
болсаңыздар, сіздер табысқа жетуге деген мүмкіндіктеріңіз көп. Ең бастысы адам өз-өзіне деген табысқа жетем деген сенім болу керек, және де сол сенімді жүзеге асыру үшін барынша жауапкершілік алып, алға үлкен мақсат қойып қимылдасаңыздар, барынша одан да зор молынан табысқа жететіндеріңізге сенімдімін. Сондықтан осы 5 сатты қандай тіршілік көзін бастамас бұрын, бизнес бастамас бұрын ескеріп қойыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Миллионер болу, табысты болу өз қолдарыңызда.